Суыр сұңқар су қайда? Ертегі. Келесі қызықты ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырыла шапқан жүйрік болыпты. Әрі асқан тәкаппар, мақтаншақты екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегісіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы да аттан озып, 4 аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа бір жолы ие болуды мақсат етеді. Көмбеге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қояды да ақырып кері қайтуға белгі береді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауы пысылдап, сиыр дегеннен ақ қарасын үзіп, зулай жөнеледі. Сиырдың артынан желдей жүйткіп, үдей шауып ат келе жатады. Жол ортасында бәсекелесушілерге сусын беру үшін суыр тосып отырады. Бір кезде оза шауып елірген сиыр суырға жетіп келеді де: «Әй, сасық суыр, су қайда?» дейді. Сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған суыр: «Ой, сасық сиыр, су мұнда!» деп сасып, борсып кеткен лай суды көрсете салады. Шаңырқап, шөлдеп келген сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де одан әрі шапқылай жөнеледі. Біраздан соң суырдың қасына шөлдеп ат келеді. «Суыр сұңқар су қайда?» дейді еркеледі. «О, жылқы тұлпар, су мұнда!» деп суыр мөлдір тұнық суды атқа береді. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып, құстай ұшып самғай жөнеледі. Сасық лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды. 2-3 қырдан асқан соң ат қуып жетіп, жанынан желдей жүйткіп өте шығады. Содан көмбеге бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы 4 аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай сасық су алып қалған сиыр одан бері шабандап жүгіре алмайтын күйге қалыпты. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні өзінің астамшылық етіп суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінеді екен деседі. Соңы. Ертегі ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі қызықты қазақша ертегілерді жіберіп алмаңыздар.